Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы салаттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге осындай құрам бөліктер қажет болады. Толық құрамдарын описание бөліміне жазып қалдырамын. Редисканы 4 бұрыштап тураймыз. Ыдысымызға салып аламыз. Қиярымызды да дәл сол формада турауға тырысамыз, 4 бұрышты. Өте жеңіл, сондай дәмді, бір жасағаннан адамның көңілінен шығатын керемет салат жасап көруге кеңес беремін. Жұмыртқамыздың ортасындағы сары бөлігін бөліп аламыз. Қалған ақ бөлігін 4 бұрышты турауға тырысамыз. Туралған жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Енді бізге 2 тісше сарымсақ қажет болады. Бұл өз қалауыңыз бойынша, маған негізі қосқаны ұнайды, сондықтан қосып жатырмын. Егер сізге сарымсақ ұнамаса, қоспасаңыздар да болады. Укроп екеуін ұсақтап тураймыз. Тұзымызды және азғантай майонезімізді қосып араластырамыз. Сондай өте жеңіл әрі пайдалы нағыз көктемгі салат түрі жасап көруге кеңес беремін. Енді ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Сондай дәмді, бір жасағаннан отбасы мүшелеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның сарысын осылай үстіне әсемдік үшін қолдансаңыздар болады, немесе ішіне біркелкі салып жүрсеңіздер де, бұл әрине өз қалауыңыз. Сонымен біздің салат дайын, ас болсын.